Армысыздар халайық. 12-17 желтоқсан аралығында өткен Тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Оңтүстік Осетия және Абхазия мемлекеттері арасында жас журналистерге арналған байқау өтті. Дәл осы байқауда Аяйту университетінің 2-ші курс студенті Дина Болатова ең үздік подкаст номинациясын жеңіп алған болатын. Ал дәл осы байқаудың қалай өткендігі туралы Динаның өзінен сұрап көрейік. Дина Болатова Хату университетінің 2-ші курс студенті, мамандығы бизнес-журналистика. Қазірдің өзінде Дина қазақстандық бағдарламаларда редактор, продюсер қызметін атқарып жүр. Сіз сол Белоруссияға, Ресейге барып келдіңіз, көрдіңіз. Қалай ойлайсыз, Белоруссия және Ресей жерлерінде оқып жатқан журналистердің алып жатқан білім деңгейі бізден қарағанда жоғары ма, Қазақстаннан қарағанда жоғары ма? Негізі осы үш елді алып салыстырсақ, Қазақстан мен Ресей бір деңгейде тұр, бірақ дәл біздің Хатуды алсақ, бұл Қазақстандағы ең үздік университеттердің бірі. Және журналистика бойынша естіңіздер ғой, жақында бірінші орынға ие болдық. Біздің Хатуда диджитал журналистика ғой, яғни заманауи журналистика. Бұнда журналистика көп жерде жоқ. Ресейде де ондайды әлі байқамадым, көрмедім. Оларда көбінесе традициондық, яғни дәстүрлі журналистика. Бірақ олардың журналистикасы өте жақсы, яғни олар өте көп оқиды, кітап өте көп оқиды. Өз тілдерінде өте жақсы сөйлейді, өте жақсы жазады, мен тәнті болдым. Бірақ Белоруссияның журналистикасы олай деп айта алмаймын. Олай деп айта алмайсыз. Иә, біздің Қазақстанның журналистикасы дәл Хатудың журналистикасы маған қатты ұнайды. Мысалы, мен өзім дәстүрлі журналистикада оқи алмаушы едім. Сіз қорғаған подкасттың тақырыбы өзін-өзі бағалау және өзіне деген сенімділік. Ал басқа қатысушылардың тақырыптары қандай болды? Осы туралы айтып кетсеңіз. Бұл халықаралық байқаудың мақсаты жалпы СНГ елдерінің, көрші елдерінің бір-бірімен достастығын арттыру. Бірлікті арттыру. СНГ елдерінің, көрші елдерінің бір-бірімен тату болуы өте маңызды. Және де журналистердің бір-бірімен жақсы байланыста болу керек әрдайым. Тек қана өз елінде ғана емес, шет елде де, шетелдік журналистермен жақсы байланыста болуларымыз керек. Сондықтан да бұл байқау бізге осындай нәрселерді үйретті. Менің подкастымның тақырыбы өзіме деген сенімділік болды, ал басқаларының тақырыптары негізі өте ерекше болды. Мысалы, Тюленева деген бір қыз болды, фамилиясы Тюленева, оның подкасты про тюленев было. Мысалы, я Елена Тюленева, сейчас мы будем говорить про тюленев деген сияқты. Яғни қызық болды барлығы, иә? Мысалы, бір қыз Мәскеуден, ол священник, 20 жасына дейін ол ішкен, жаман өмір сүрген, түрмеде отырып келген, бірақ содан кейін священник болып кеткен ғой. Сондай адаммен түсірген сұхбат. Тағы да бір пиарщик бала, 20 жастағы, тоже Мәскеуден. Ол Кока-Коламен бірге түсірді, мысалы. Кока-Коламен бірге түсірді. Әлемдік бренд, иә, яғни? Әлемдік, Ресейдегі. Яғни барлығының тақырыптары қызық болды. Соның өзіне сіздің тақырыбыңыз былайша айтқанда жеңіп шықты, иә, барлығының арасында. Ал болашаққа деген қандай жоспарларыңыз бар? Басқа салада өзіңізді көргіңіз келе ме? Мысалы, жаңа психология деп жатсыз, психолог болғыңыз келе ме? Немесе әлде осы бизнес-журналистиканы ары қарай дамытып алып кетесіз бе? Жалпы неге мен бизнес-журналистиканы таңдадым? Себебі мен мектеп кезінен каналда жұмыс істедім. Яғни менің 3 жылдық тәжірибем бар. Мен жүргізуші болдым, журналист болдым, редактор болдым. Мен журналистиканың ішкі кухнясын жақсы меңгердім. Әрине толық меңгердім деп айта алмаймын, бірақ меңгердім. И маған уже журналистиканың басқа бағыты қызығырақ бола бастады. Мысалы, пиар бағыты, себебі пиар индустрияны мен меңгермедім, білмеймін, бұл қызық. Сондықтан таңдадым да. Сондықтан менің ойымша болашақта мен пиарға кетуі мүмкінмін. Пиарға кетуіңіз мүмкін? Иә, пиарға кетуі мүмкінмін. Және мен коуч болғым келеді. Коуч болғыңыз келеді. Өте жақсы. Сіздің қазірдің өзінде осындай 2-ші курс студенті болса да тәжірибеңіз көп екен. Сізге болашаққа тек қана сәттілік тілейміз. Ары қарай өзіңіз қалаған армандарыңызға, белестеріңізге жете беріңіз.
бүгінгі біздің қонағымыз болғаныңыз үшін рахмет. Сізге алғыс білдіреміз. Сізге де рахмет.